Қытайдағы қазақтардың құқын батыс елдерінде қорғаушы ретінде бүкіл дүние жүзіне мына бірнеше ақпаратты жеткізгіміз келеді. Соңғы кезде Қытай билігі Қытайдағы өз ата-бабасының ежелгі жерінде жасап отырған қазақтарға қаратқан қатаң саясатын сәлде болса жібітіп, өте аз сандағы бір топ қазақтың Қазақстанға көшуіне рұқсат берді. Бұл оң тұрғыдан қарағанда жақсы үрдіс, және біз бұның жалғасуын, Қазақстанға көшем деген қазақтардың топ-тобымен іркіліссіз және ешқандай шектеусіз көшуін қалаймыз. Қытай билігінің қазақтардың Қазақстанға көшуіне кедергі келтірмеуін, туыс туған, бауыр туғандарменен бас қосуына ешқандай кедергі жасамауын талап қыламыз. Екінші тұрғыдан айтқанда, бұл көшіп келген қазақтар өте аз санда қазақтар. Себебі Қытайдағы қазақтардың Қазақстанға көшу туралы талап қоя алмай үркіп қорқып отырғанын біз білеміз. Сондықтан Қытай билігі Қытайда жасап жатқан қазақтарға ашық түрде, еш қорықпай, еш тартынбай, Қазақстанға көшем десеңдер, көшіңдер деп ашық саясат қолдану керек. Бұл бірінші. Екінші талабымыз, Қытайда нақақ сотталған қазақтардың барлығын шартсыз түрде босатуы керек. Әсіресе Чунчуанго биліктегі кезде нақақ сотталған, аталмыш саяси тәлім-тәрбие орталықтарына қамалып, артынан сотталған қазақтардың барлығын еш шартсыз түрде босату керек. Үшіншісі, ешқандай қазақты аталмыш тәлім-тәрбие орталығына немесе саяси үйрету орталықтарына қамамау керек. Төртіншісі, ешқандай қазақты жұмыспен қамту деген желеуменен ішкі Қытайға немесе басқа да еңбек орындарына мәжбүрлеп жұмысқа жекпеу керек. Төртіншісі, қазақтар Қазақстанға келіп немесе басқа да шетелге барып туыс туғандармен көрісуге толық құқылы. Сондықтан олардың тартып алынған паспорттарын өздеріне беріп, және олардың шетелмен емін-еркін қарым-қатынас жасауына, тиісті адамдық құқын толық пайдалануына мүмкіндік беру керек. Одан кейін қазақтардың Қытайда тұрып шетелдегі туыс туған дос жарандарыменен интернет арқылы хабарласуына мүмкіндік беру керек. Оларды қорқытып үркітіп, шетелдегі туыс туған дос жарандарыменен сөйлесуден қорқатын бейшара жағдайға түсірмеу керек. Яғни Қытайда өзінің ата-бабасының ежелгі жерінде жасап отырған қазақтардың адамдық құқын пайдалануына Қытай билігі толық кепілдік беру керек. Қазақтарға жасаған барлық қоқан-лоққы, зорлық, зомбылық, барлық қудалау шартсыз тоқтатылу керек. Біз сонда ғана Қытай билігімен күресімізді тоқтатамыз. Біз Қытайдағы барлық қазақтың құқын қорғаушымыз. Егер Қытай билігі қазақтарға дұрыс, оң саясат қолданса, біз де бұл күресімізді тоқтатамыз. Біз ежелден айтып келеміз. Егер Қытай билігі Қытайдағы қазақтарды қудалауын бүгін тоқтатса, біз күресімізді ертең тоқтатуға уәде береміз. Қытай билігінің қазақтарға жылы және жұмсақ, әділ және кең, заң бойынша дұрыс мәміледе болғанын қалаймыз. Біз Қытайдың территориялық тұтастығына құрмет етеміз. Қытайдың ішкісіне килікпейміз. Бірақ біз Қытайдағы қазақтардың қудалануына төзіп тұра алмаймыз. Қытай билігі демократияға және еркіндікке қарай оң қадам басса, қазақтарға дұрыс және кең әділ саясат қолданса, біз де өз қадарынша ымыраға келуге дайынбыз. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.